Мен тибетский дәрі сатам. Мынандай заводта істелген, сертификатталған оригинал дәрі сатам. Осындай дәрілердің менде 100-ден асық түрі бар. Асқазан, бауыр, ұйқы без, бүйрек, почка, өт, неше түрлі хронический ауруға менде оригинал өнімдері бар. Ішем, емделем деген адам емделеді. Мына Мұхтар Ханзада деген әнші бар. Сол мамасына 3 рет дәрі алып берді инсультқа. Пайдасы керемет. Одан кейін бір бауырым келді, мынау Жетісайдан, Чимкент Жетісай деген жерінен. Инсультқа 470 мыңға дәрі алып берді. 3 күнде результатын көріп отыр. Мына Астанада 14 жасар қызға онкологиямен ауырған, тізеден төмен қарай, халық ақша жинаған, тізеден төмен қарай аяғын кесіп тастаймыз деген. 3 айда қызды жүргіздік, 6 айда анализ таза шықты. Бауырлар, одан кейін мына Чимкентте бір үлкен зданияның бір бастығы, бір жас жігіт менен дәрі алып ішті. Сол бауырымда 2 рет алып ішті, закон емделді. Тәуекел, ішіп көрейік, Алла шипасын берсін деген адам ұтып жатыр. Сенбейін, бұл өтірік деген адам ұтылып жатыр. Мына больница толы ауру. Маған сенетін болсаңдар конкретно емдеп берем. Еркекше ем бар. Кез келген ауру емделеді. Мына Меркіде де бір апаны бір врачтар шығарып тастаған. Сізге ем жоқ деп. Сол апанды законы қылып емдеп бердім. Су ішамай қалған, бауырында 7 сантиметр киста бар, асқазан, геморрой шыққан, аяқтарын бәрі іскен. Сол апада закон емделді. Менде емделіп жатқан адам өте көп. Мен отсып салмайым, комментарий оқымайым, дәрілерді суретке түсіріп жібермеймін. Ішем, емделем, құдияр бауырым саған сенем деген адамға дәрі сатамын. Маған сенетін болсаң, сеніміңді 100% ақтаймын. Мендегі дәрілерді әрбір мұсылман, әрбір қазақ ішіп жазылмаса, басқа шанс жоқ. Қазір врачқа ауырып барып қалсаң, врачтар уақытынша емдейді, өміріңді кішкене ұзартып береді. Болды, сені законы қылып емдей алмайды. Кезінде өзім ауырдым. Бір қазаққа сеніп, осы Тибеттің дәрілерін алып, ішіп жазылдым. Содан кейін уверен болып айтамын. Сенетін болсаң, ауруды жеңеміз. Кел, мендегі Тибеттің дәрілерін алып іш. Мен сенің алдап ақың жемеймін. Доставкамен жіберем, Каспий голтыма сал. Бүткіл Қазақстанға доставкамен дәрі жіберіп жатырмын. 14 жылдан бері осы темада жүрмін, Тибеттің дәрісінде. Менің қолымда жақсы Тибеттің өнімдері бар. Ішкен адам өкінбейді. Адамның сенімі мықты болса, ем жақсы жүреді. Сенетін болсаң, тез алып іш, өкінбейсің. Комментарий оқымайым, WhatsAppқа қарамайым. Керек болсам тікелей звонда. Тірлігіңді шешеміз. Телефон нөмірім 8776 280 85 85. Мен Чимкентте тұрам, Гагарин 24А.